Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар, көрермендер. Біз қазір Шымкенттен прямой эфирде тұрмыз. Бұл Әбдуалиев клиникасы. Шымкентте жайғасқан Қошайда. Бұл жерде ауруларын емдейміз. Именно методиками восточной медицины. Өзіміздің ескі медицинаны емдейміз да. Менің фамилиям Әбдуалиев Аширбек Әбдуалиевич, докторлық профессормын. Менің бүтін қызмет жұмыстарымның бәрі осы восточный медицинаға байланысты болған. Енді біздің халқымызда Түркия халықтарында өте үлкен шұғыл медицина болған. Біз оны ұмытып кеткенбіз. Қазір именно сол медицинаны біз емдеп жатырмыз. Бізге қазір міне қарындасымыз келген. Бұл кісінің өзі медик. Таныстырып беріңіз өзіңізге. Көрдіңіз? Менің есімім Күнімай, Айменова Күнімай Жүнісбекқызы. Өзіңіз медиксіз? Өзім медикпін. Қалай ауырып келдіңіз? Айтыңыз ба? Мен ауырып келген бұл жерде денем, қолдарым жара шықты. Май айынан бастап шықты осы жара. Аллерги центрге қолыма, аяғыма шықты. Сол май айында отпускеге шығып, аллерги центрге бардым. Ол жерден ешқандай нәтиже шықпады. Содан кейін барып осы жаққа келдім. Бұл жерде менің жылда жеңгем жатады, ағам жатады, сол кісілердің арасында осы жаққа келіп, қазір Құдай шүкір тәуірмін. Бұл жерде ең адамға керегі диета екен. Біз жылқының етін жеп жүріп, құрып жүр екенбіз, енді диета сақтаймыз. Бауыр тазалау керек. Бауыр тазалау керек екен. Бауыр тазалайтын шөп ішіп, шайын ішіп, малқап ішіп жатырмыз. Диета отырдыңыз строгий? Диетаға отырдым, ішті тазалаттым. Ол жерде нәтижесі болды. Қазір мына әпшенің қолындағы мынаның бәрі кетті жүр. Мынау кейінгі кезде қызарып өзгеріп тұрған мынау қышып. Бар басында. Басында. Енді қарындасымыздың өзі очень не дейді, барын айтатын, бетке айтатын адам да, бұл кісі ешқандай қоспалақ онымен айтмайды. Қазір бұл кісі барын айтып отыр. Действительно эффект болды қазір. Бірінші Алла дейміз ғой енді. Қазір енді восточный медицинаны сіздер емді күшін көріп отырсыздар. Енді бұл восточный медицина целый отдельный направление бұл. Бұның өзінің философиясы, емдеу методикалары бар. Бұл европейский қазіргі заманауи медицинадан бұның парқы бар. Қазір мына әпшеміз бұның бәрін алып өзінің испытаниясын көрді. Қазір жағдайы жақсы, дұрыс. Қазір бұл кісімен біз қайырласып отырмыз ақыры күн. Қазір мен ем, дом, үйге диета бәрін түсіндіріп жазып беріп жатырмын. Сен көрермендерге не айтасыз? Көрермендерге айтарым, осы жерге келіп емделіңіздер. Диета сақтаңыздар. Одан кейін аурудың алдын алыңыздар. Осы жерге келсеңіздер өкінбейсіздер. Мен сіздерге осы жерден нәтиже шыққан екен барып айтып отырмын. Қышыманың бәрі кесе бола ма екен бізге? Қышыманың бәрі келге болады екен. Экзема біткеннің бәрі бізге кесе болады, экзема. Аллергический бола ма? Енді оның түрлері көп қой, любой қышыман кесе болады бізге, емдеймін барын қарап. Енді мен айтпақшымын, біз енді Шымкентте бізге мені апарып тұрады ауруларға көргенде. Любой аурудың алдын жақсы да? Алдын жақсы. Біз келіп жатыр аурулар 200-250 давлениемен келіп жатыр. Ондайлардың бәрі уже институттық кандидатура. Институт болғаннан кейін оларды емдеу өте қиын болады, сонан жатады ол инвалид болып. Сол институтқа апармай емдеу керек. Оны мысалы дәрігердің полный емдесі болады, білмеңіздер. Дәрігермен ауырған адам емдеп дәрі ішпейтін қыса болады. Тек қана режим ұстау керек. Диета қылу керек. Бауыр тазалау керек, оны қандай істеуін білу керек бірақ. Бізде мижаз деген түйелі бар, соған қарап қараймыз. Әр қандай тамақтың өзінің мижазы бар, ыстығы бар, суығы бар, именно соған қарап бізде емделеді. Қазір әпшеден біз результатты көріп отырмыз. Енді қарындасқа тілейтін тілегіміз ауырмасын бұл кісі. Қош, адамға ең керектісі денсаулық қой, денсаулықты ақшаға сатып алмайсыздар. Денсаулық терең байлық деген халқымыз. Сау болса, біздің баяғыда айтар еді мамамыз. Елің сау болса, қара сорпамен қыраннан жеп отырсаң, Аллаға шүкір қыламын деп. Бұның тегінде өте философиялық әңгіме бар. Бұның тегінде өте әңгіме көп. Біз жаңа ауруларды көреміз ғой, бейшаралар институт болғандар 8 жылдап, 10 жылдап жатады постельде. Астының бәрі шіріп кеткен, іріп кеткен. Солар айтады, аспанға ұшайын десем, аспанға шығамаймын, жерге кірейін десем, жер қатты дейді. Бұл кезде не өлсе өле алмайды, не жасап жасай алмайды. Сол күнге жетпеу керек та. Соның үшін алдын ала әрекет қылу керек. Еврейлер алдын ала, ол ауырмай жатып бір жылда полный тексерілу керек да. Біздің енді түрки халықтарына қазақтар ауырып жатса, тойды өткізіп алайын дейді, балам үйленіп жатыр дейді, ол тойдан кейін обязательно емге барамын дейді, соның тойда жүргенде тойдың ішінде аударылады ғой жаңа институт болып. Соның үшін алдын алу керек. Соның үшін алдын алу керек.
Sizlerге үлкен рахмет. Енді Не айтасыз және? енді мен сіздерге айтамын. Бұл жерде ең бірінші мен келген дәрігерім, әйелі дәрігерге рахметімді айтамын. Гүлназ бен Жафиска УЗИ-да атын Гүлназ докторға рахметімді айтамын. Массажист Анаргүлге рахметімді айтамын. Мынау не Хиджама, сүлік қылғаныңызға рахмет айтамын. Өте өздерінің жұмысын тиянақты істеген. Соларға мен ырза болдым. Рахметімді айтамын. Бақытты болсын. Жұмыстарына табыс тілеймін. Еңбектері жана берсін. Ой, рахмет.